Назарбаев сізге қандай сыйлық жасады? Назарбаевтың жасаған сыйлығы ол менің жобаларыма кедергі жасаған жоқ. Бұл ең үлкен сыйлық қой. Жалпы билік сенің пайдалы жобаңа кедергі жасамаса, одан асқан сыйлық жоқ. Мен мысалға қазірдің өзінде мына кітапты шығардым, осының ішінде қаншама елге айтылса айтылмаса деген әңгімелер бар ғой енді. Аха, мына енді айтуға болады деп жазыпсыз. Осының өзіне кедергі жасаған жоқ қой. Назарбаев болсын, қазіргі президентіміз болсын, кедергі жасаған жоқ. Неге енді айтуға болады? Енді айтуға болады. Біріншіден, елуде ел ағасы дейді. Сол ел ағасы болғанда көп нәрсені басқаша түсінесің. Елуге келдім, биыл менің мерейтойым елуге келген. Енді айтуға болады. Яғни бір ел ағасы ретінде. Бұған дейін мүмкін кейбір ойларым шала піспеген шығар. Екінші нәрсе, мен осы күнге дейін әсіресе соңғы 20 жыл қазақтың рухани мұң-мұқтажын тыңдадым, рухани проблемаларының шешімін іздедім. Соны белгілі бір дәрежеде түсінгендей болдым. Енді айтуға болады. Үшіншіден, билік ауысты. Біраз адамдардың соңын көрдік. Қалай кейбіреудің сатқындығын көрдік, кейбіреудің қалай секіріп кеткенін көрдік. Қазақ баласына жараспайтын қылықтарын көрдік. Осының бәрін қорытып, енді айтуға болады. Тұлғалар жайында, мысалға. Енді айтуға болады. Жаңағы Назарбаевтың да мақтадық, жамандадық, шал кет дедік, енді шал қайт деп жатыр, сағындық. Әркімнің басында әртүрлі ахуал бар ғой енді. Жалпы, кешіріңіз сөзіңізді бөлгеніме. Керемет, ерекше тақырып екен. Мына жерде бәрінің суреті тұр екен. Қонаевтың, Назарбаевтың, Кекілбаевтың, Тасмағамбетов, Бекболат Тілеухан, мына жақта Ердоған, Тоқаев барлығы, Енді Назарбаевтың қасында да жүрдіңіз, шарапатын көрдіңіз. Енді өзіңіз білесіз, Қазақстанның байлығын тонаған, бүкіл туған туысымен барлығын жұтқан деген сөздер айтылады ғой. Соған көзқарасыңыз өзгерді ма? Әлде сіз сол кезде енді ақындар өзі сондай жүрегі таза, сондай болып тұрады ғой. Енді барлығын кезінде талай сынадыңыз мысалы. Сарказммен де айтқан кездеріңіз болды. Қазіргі көзқарасыңыз қандай? Мен жалпы Назарбаевқа, Тоқаевқа немесе басқа бір патшаға байланысты емес менің көзқарасым. Мен жалпы құндылық тұрғысынан қараймын билікке. Мемлекетке бергені де көп болды, бірақ алғаны да көп болды, Осымен келісесіз бе? Мысалға, тұңғыш президент дегенде ол мынандай нәрсе сияқты да. Мысалға, бір үйде тұңғыш бала туады ғой. Сонда атасы, әжесі еркелетеді да, басқа балаларға қарағанда тентектеу болады. Тура сол сияқты тұңғыш президент дегенге де кең билік беріледі. Яғни бір қолға билікті алады, қаншама шаруа шешіледі. Сол шаруа шешілген кезде өзі де сұхбаттарында айтады ғой, қате шешімдер болды, кадрлық мәселеде қателіктер кетеді дейді. Сосын кейін өңкей жоқшылық өтіп кеткен кеңестердің тар есігінен шыққаннан кейін жұрттың барлығы бір молшылыққа он саусағын салып жан-жақтан кірісті ғой енді. Ол тек қана бір адамға байланысты емес, жалпы қоғамның ындыны сондай болды ғой. Ешкімді аяған жоқ қой. Мысалы, мен деген жігіттердің қарақшы болып кетті, мен деген чиновник бар, жекешелендірген кезде мына мемлекеттің мүлкі деп қараған жоқ. Мысалға, президентке не деген қасиетсіз ұсыныстар айтып барған адамдар көп болды. Сырттан да сол мүмкіндікті пайдаланып, мына мемлекетке қалсын деп емес, бүтіндей біз алып кетейік деген ұсыныстар болды. Ол кездегі қателіктер жалпы бір адамнан болмайды да. Менің түсінігімде өзі бір адаммен байланыстырылып айтылады, бірақ түпкі себеп бір адаммен байланыспайды. Ол мың адаммен. Патшаны свита дейді ғой, өзі орта қалыптастырады ғой. Сондықтан айтады ғой, төменгі саналар адамдарды талқылайды дейді, адамдар жайында талқылайды дейді. Орташа санадағы адамдар оқиғаларды талқылайды дейді. Ал енді биік санадағы адамдар құндылықтар жайлы айтады дейді. Мен сондықтан шамам келгенінше кішкене биігірек ойлауға тырысамын. Жаңа Алтынбек Сәрсенбаев пен Заманбек Нұрқаділовке қатысты жалпы Заманбек ағаны да көзіңіз көрді, Ол кісі қаншама адамға шарапат деген, жаңағындай өзінің тіпті алдына келген адамдарға жерді де берген. Ол кезде қазақтар аз еді ғой қалада. Сондай қандай бір дүниелер есіңізде қалды? Енді бар ғой, мысалға, Заманбек ағамыз кесек, қазаққа шын жан ашыған адам болды деп ойлаймын. Айтыста ол кісі маған Волга сыйлады. Айтыс сахнасында Қарасайдың 400 жылдығында Мақпал әпкеміз екеуі келіп айтыс сахнасында маған Волга сыйлаған. Кейін үйінде де, басқа жерлерде де
араласып тұрдық. Тіптен жаңағы Мақпал апамыз екеуі үйленгенде оны біз былай деп елестетудің қажеті жоқ та, бір той бар, мына жақта мен бет ашып жатырмын, оқтау ұстап алған бір жігіт тұр, Мақпал апамыз иіліп сәлем беріп жатқан жоқ ондай. Ол кісі отырды, бірақ сол бет ашардың ишарасын жасадық деп айтайықшы енді. Фариза апамыз отыр, бәріміз отырып. Сөйтіп ол кісінің сол елге жанашырлығын, өнерге жанашырлығын көрдік көзімізбен. Енді ол кісінің өнер адамын көңілі ғой, махаббаты ғой. Алғаны дұрыс болды ма, бұрыс болды ма, оны да айту қиын. Мысалға сезім деген нәрсе бар. Мақпал Жүнісоваға үйленгенін айтып жатсыз ба? Жалпы айтамын да, Мақпал апамыздың өзі де айтады ғой, енді қоймады, алды. Мен өліп бара жатқан ештеңкем жоқ еді, алды деп. Сол сияқты Алтынбек ағамыз мысалға, ол кісі де бір шын ашуланды, шын кейбір келеңсіздіктерге шырылдады, өмірінің соңына дейін күресіп өтті ғой енді. Бірақ кейде бір нәрсені ойлаймын да, жалпы біздің қоғамда сенің шынайы болғаның, шын шырылдағаныңның өзі кейде бір қазаққа керек па, керек емес па, бір керек дәрежеде ғана жанашырлық таныту керек пе екен. Алтынбек пен Заманбектің шырылдағаны керек болмады деп ойлайсыз ба? Неге? Сол кісілердің қайтыс болып кеткенінен гөрі тірі жүргенінің пайдасы көбірек па деп ойлаймын да. Мысалға, кеше мына Шымкентте Руслан Берденов атып кетіп жатыр. Алтынбек ағамыз қайтыс болып кетті. Нұрқаділов ағаларымыз қайтыс болып кетті. Жалпы біздің қоғамда бір подлость деген, сатқындық, сені қиып жіберу, өлімге қиып жіберу деген нәрсенің бар екенін сезінуіміз керек сияқты. Өйткені онсыз да қазақ деп шырылдайтын азамат өте аз. Және ол азаматтардың өмірінің соңына дейін миссиясын атқарып аман болғаны маңызды. Сондықтан мен кейде айтам азаматтарға, байқаңдаршы. Заманбек ағаның өзіне 3 рет оқ атты дегеніне сенесіз ба? Мен білмеймін, мен неше түрлі Голливудтың киноларын көріп алғам ғой. Ол неше түрлі оқиғалар бола береді өмірде. Мен ол аға өзін өзі атты деген әрине оған ешкім сенбейді. Бірақ именно мына адам атты дегеннің версиясы көп қой оны. Осы шындықтар ашылады деп ойлайсыз ба өзіңіз қоғам қайраткері ретінде? Менің ойымша көптеген шындықтар ақыретте ашылады. Бұл дүниеде ашылмайтын шындық көп. Біз мына дүниеде өзі Кенесарының басы қайда екенін таппай жүрген халықпыз ғой. Ол көптеген шындықтың қияметте бірақ ашылуы мүмкін. Мысалға, осы Бишімбаевты да шулап жүріп соттап жіберді қой енді. Ол қияметте шынымен өзі қалай болып еді, солар ашылуы мүмкін мысалы үшін. Нұрқаділовтың басына 3 оқты кім атты? Бұл дүниеде ашылмай кетуі мүмкін мысалға. Кешегі Шәкен Айманов анау Мәскеудің төрінде қалай қайтыс болды, Қаныш Сәтбаев қалай қайтыс болды, сонан Күләш Байсейітова қалай қайтыс болды. Біз ол ашпақ түгілі қалай қайтыс болғанын ұмытып кеттік қой қазір. Иә. Сондықтан көп шындықтар, неге біз кейде қияметке сенуіміз керек? Неге мына дүние уақытша? Неге ертең сұрақ жауап болатын күнге сенген маңыздырақ кейде? Кейбір адамдар үшін маңызды емес, кейбір адамдар үшін маңызды. Себебі мына дүниеде көп шындықтардың ашылмай бара жатқанына куә болып отырмыз ғой. Бірақ енді ата-бабаларымыздың сеніміне сенсек, қияметте жүректегі сырлар да ашылады ғой. Кімнің басынан кім 3 рет оқ атқан емес, жүректегі сырлар ашылайын деп тұр ғой мысалға.